Брауни пирогын жасайтын боламыз. Ол өте дәмді болады және де жұмсақ болады. Жасап көріңіздер. Ол үшін бізге 1 стақан қант қажет болады. Және де 5 ас қасық какао қажет болады. Және де 1 стакан сүт құямыз. Осы консистенцияны жақсылап араластырамыз. Какао бетінде тұрып қалмауы қажет. Жаңағы жасағанымызды 2-ге бөліп аламыз. Екі жұмыртқамызды саламыз. Енді араластырамыз. Бір стақан ұн қажет болады. Ұнға жарты қасық қопсытқыш саламыз. Қопсытқышымызды ұнмен бірге араластырамыз. Осындай сета қажет болады. Сета мен ұнымызды кезек-кезектен өткіземіз. Бір ас қасық сұйық май құямыз. Осындай консистенция шығуы керек. Бізге форма керек болады. Біз жаңағы дайындаған консистенциямызды құямыз. 180 градуста 40 минутқа саламыз. Минуттан кейін какаоны құямыз. Какаоны әр жерге жағамыз. Және де қайттан 5 минутқа саламыз. Брауниіміз пісті, өте дәмді болды, жұмсақ болды. Подписаться етіп лайк қоюды ұмытпаймыз, ас болсын.